Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Мұсылмандар неге артта қалды? Мені көптен бері мазалайтын сұрақ, және оны жас жігіттер маған үнемі қояды. Шын мәнінде бұл өзекті сұрақ. Егер біз себебін білсек, диагнозын қоя аламыз. Диагноздан кейін оны емдеуге кірісе аламыз. Біздің үммет қалай қайта жандана алады? Осыған қатысты бұл өте маңызды және үлкен тақырып болғандықтан, мен оны екі бөлімге бөлдім. Бірінші бөлімде біздің мұсылмандардың артта қалу факторларын қарастырамыз. Мен бастағым келетін негізгі кіріспе бұл артта қалушылық тек мұсылмандарға қатысты, исламға қатысты емес. Ислам сақтаулы. Бұл Алланың мәңгілік діні. Алла Құранда айтты. Жалған атаулы оған алдынан да, артынан да жақындай алмайды. Құранды біз түсірдік және оның сақтаушысы да өзіміз. Сол себепті мұсылмандар артта қалды, ислам емес. Және бұл артта қалушылық барлық елдерге зиян келтіруде. Алайда жекелеген елдерде белгілі бір ерекшелік бар. Кейбір салалар алға жылжып, дамып жатыр. Жалпы алғанда артта қалушылықты барлық саладан көруге болады. Бірақ ерекшелік бар. Мысалы, кейбір елдер білім саласында қатты ілгерілеуде. Басқаларында инфрақұрылым немесе экономика қатты дамыған. Сол себепті біз жалпы үмметіміздің артта қалуын айтып жатырмыз. Жекелеген мемлекеттерде емес. Және біз сөзсіз артта қалушылық жағдайында екендігімізді ескерсек, біздің үмметке зиян келтіріп жатқаны бірінші рет емес. Біз Испанияны жоғалтқан кезде құлдырадық, және кіріс жорықтары дәуірінде, моңғолдар шапқыншылығы кезінде қатты әлсіредік. Сонымен қатар тарихтың мына құбылысына назар аударыңыздар. Әдетте саяси құлдырау қоғамдық құлдыраудан өзгеше болады. Кейде олар сәйкес келеді, бірақ барлық кезде емес. Саяси жүйенің қателігі мәдениет пен қоғамның құлдырауына әкелуі заңдылық емес. Омейяттар мен аббасидтер арасындағы саяси күрес кезеңінде жағдай шарықтау деңгейіне жетіп, ешқандай тұрақсыздық болмаған кезде халықтың ұлы өркениеттік дамуы жүріп жатты. Ұлы төрт имамның дәуірі мен әрбір саладағы ұлы ғалымдар дәуірі. Сол себепті кейде саяси жағдай бұл өз алдына жеке, ал халықтың өркениеттік жағдайы да өз алдына жеке. Кейбіреулер біздің артта қалуымыздың себебі Құдайға құлшылық қылу негіздерін меңзей отырып, өзіміздің іс-әрекетімізден деп санайды. Яғни, құлшылыққа немқұрайлы қарым-қатынас, Алламен арадағы әлсіз байланыс, әдеп-ақлақтың құлдырауы, ата-ананы тыңдамау, әйелдермен аралас-құралас болу және тағы басқа. Сонымен қатар көшедегі тәртіпсіздік, жол ережесін сақтамау, көшені ластау және тағы басқа. Немесе ажырасудың көптігі дейді. Алайда мұның барлығы салдары, себебі емес. Бұл басқа нәрселердің себебі болуы мүмкін. Бірақ шын мәнінде бұл артта қалушылықтың салдары. Спорттан бастап бос уақытқа дейін барлық салаға зиян келтіріп жатыр. Сондай-ақ кейбіреулер бұл артта қалушылықтың жауапкершілігін үмметіміздің дұшпандарына артқысы келеді. Яғни, біздің қоғам отарлаудың кесірінен дамымай қалды дегісі келеді. Жоқ, өз-өзімізді іштей артта қалдырмайынша, дұшпандар бізді артта қалдыра алмайды. Аятта айтылған, қол екі істегендерінің салдарынан болады. Осы аяттың мағынасын ұмытпаңдар. Әрине, адамдар әскеріміздің әлсіздігі мен экономикалық қаржылық дәрменсіздігімізден деп айтуы мүмкін. Бұл да салдар, себеп емес. Басқа біреу мәселе біздің сенімімізде деп айтуы мүмкін. Бірақ біздің сенім дұрыс. Уақыт өте біреулер оны бұзуға тырысады. Бірақ біздің көпшілік қоғамның сенімі дұрыс. Дамудың да тәсілдері бар, бірақ бұл дамушылық тек жекелеген салаларға қатысты. Өнеркәсіп, құрылыс, әуежай құрылысы және тағы басқа. Бұл деген жартылай дамушылық, және оған кореялық, жапондық компанияларды шақырып, оңай қол жеткізуге болады. Егер ақшасын төлесек, олар бізге ең әдемі ғимараттарды салып береді. Бұл сізді алдамай-ақ қойсын. Инфрақұрылымды дамыту бұл әсте қоғамның өркениеттік дамуы емес. Бұл екі түрлі ұғым. Әлдекім отарлауды еске алуы мүмкін. Соның кесірінен біз даму жағынан көптеген жылдарға тоқтап қалдық. Алайда бұл да салдар, себеп емес. Тіпті біздің дұшпандарымызға көмектесіп жатқан іштен шыққандардың өзі салдар болып табылады. Сонда не нәрсе ауру болып табылады? Және осы артта қалу деп аталатын аурудың себебі қандай? Бұл туралы видеоның екінші бөлімінде айтамыз.
Видеоның бірінші бөлімінде біз қоғамның артта қалуының факторларын айттым. Ал екінші бөлімінде мұның себептері туралы жеке пікірімді айтамын. Бұл жай пікір, және оны сынауға, түзеуге, толықтыруға, немесе келіспеуге болады. Алайда бұл ойланудың жемісі. Менің ойымша, біздің артта қалуымыздың негізгі 3 себебі бар. Бірінші себебі шын мәнінде келесі 2 себептің негізі болып табылады. Бұл ойлау. Ойлау бұл бізге кейіптер мен түсініктердің негізінде бізге шешім шығаруға жәрдем береді. Шешімнен кейін біз сөзбен іске көшеміз. Аллаға шүкір, біздің дініміз бізге таза күйінде жетті. Алла оны бізге сақтады. Алайда кейбір ғалымдардың дін туралы түсінігі қисық, және олар дұрыс емес білім таратады. Алланың сөздеріне мән беріп ақылға салыңыздар. Алла сендерден иман келтіріп, ізгі іс істегендерге, өздерінен бұрынғы өткендерді қалай үстем еткен болса, сендерді де жер жүзіне орынбасар қылуды уәде етті. Сондай-ақ, олар үшін өзі разы болған дінін нығайтып, қауіп-қатерден кейін бейбітшілікке айналдырады. Яғни мүмкіндік береді де сендерге билік нәсіп етеді. Ал бұл артта қалушылыққа қарама-қайшы ғой. Біз мықты болып, қолымызда билік болса, сол кезде артымыздан адамзатты ерте аламыз. Құдіретті Алла бізді жер бетінде орынбасар қылуды және билік беруді уәде етті. Алайда қайдағы билік, қайдағы орынбасарлық? Құдіретті Алла сондай-ақ олар үшін өзі разы болған дінін ұстану мүмкіндігін береді деп айтты. Керісінше өздерінің артта қалған көзқарастары мен құндылықтары мен ойлары мен мақұлдаған ғалымдардың дінін емес, тура жолдан ауытқымаған және үмметтің мүддесін жеке басының мүддесінен жоғары қоймаған ғалымдардың дінін, және олар еркіндікте болып, дербес болып, және ешкімнің қолына бағынышты емес ғалымдар. Біз осы ғалымдардың артынан еруіміз керек. Сарай маңын жағалаған ғалымдар емес, және исламның атын жамылып, бізді артта қалдырады. Исламның атын жамылып, бізге бәрін тыйым салады. Құдіретті Алла тыйым салғанын бізге түсіндірді. Ал олар оның үстіне тағы да қосып барлығын тыйым салып тастады. Ал патша басқа шешім қабылдаса, олардың тыйым салғандары кенеттен рұқсат бола қалады. Бұл не деген дін, не деген бұрмаланған түсінік оларда. Үмметті артта қалдыратын ғалымдардың бұрмаланған түсінігінен кейін екінші себеп бұл басшылар мен жетекшілер. Біздің басшыларымыз тек өзінің жеке мүддесін ойлайтын сатқындар, озбырлар, бұзақылар болған кезде, дәл өздері секілділердің арасынан қолдау тауып билікке келген кезде, және ғалымдар оларға жалғанды ақтап берген кезде, ешқандай күмән жоқ, дәл осы басшылар үмметтің арта қалуының басты себебі. Және үшінші, ең үлкен себебі бұл әл-уахын, әлсіздік. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, азық пен тағамның дәмін тату үшін адамдар бір-бірін шақырғандай, жақын арада жұртшылық сендерге қарсы шығуға бір-бірін шақырады, деп айтады. Яғни адамдар бір-бірін шақырып, келіңдер, міне тамақ, жеңдер дейді. Сахабалар, Алланың елшісі, біздің санымыз аз болғандықтан солай бола ма деп сұрайды. Ол, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, жоқ, керісінше сендер сансыз көп боласыңдар, бірақ теңіздің бетіндегі көбік сияқты ғұса боласыңдар. Және Алла сендердің дұшпандарыңның жүректерінен сендерге деген қорқынышты алып тастайды, және сендердің жүректеріңе уақын орнықтырады деп жауап берді. Қатысып отырғандардың біреуі, Алланың елшісі, уақын деген не деп сұрайды. Ол, осы өмірге деген сүйіспеншілік пен өлімге деген жек көрушілік деп жауап береді. Адамдар дүниелік өмірді сүйіп, өлімді жек көргенде және өздерін бағындырып, сағын сындырып қорлағандарына разы болған кезде, сол кезде біз артта қаламыз, және бізді басқалар басқарады. Сол кезде бізді әділетсіз, бұзақы басшылар мен патша сарайын жағалаған ғалымдар басқарады. Материалдық артта қалушылық
Бұл бізді бағындырып қорлағандықтың салдары. Бұл біздің артта қалуымыз бен құлдырауымыздың себебі. Мұндай адамдардың қатарынан болмауға тырысыңыз. Алла сіздерге жәрдемші болсын.